Достар, бүгін біз осы ойынды түсіретін боламыз. Достар, мен баяғыда осы ойында ойнаған едім. Кейін мына жерге негізі не қойып, соны сендер сұрайын дегенмін ғой. Осы жерге өзім осы бір 15 күнде ойнап қалдым енді. Достар, соған орай ана қалай дамытуға болады одан басқа, надан басқа. Әртүрлі заттар сатып алған кезім болды. Қазір картина жинап қойыпты. Осыны қалай компьютерден қалай дамытуға болады? Строить істеп тұрған сияқты. Бірақ қоя тұрайын. Кеморна кассы. Ой, ойна. Аны короче менше осы адам сатып алғанда $150. Соған осы адам. Мына біздің складымыз енді. Он көп заттар сатып, әрине. Осы жақтан келіп адамдар алады. Осы жақтан ақша шығаруға болады, и ақша салуға болады. Плюс кетеміз, ана сатып алсақ. Ақша жинап тұра берді өзі. Мына адамға берсек негіз плюс кетеміз, минус кетеміз, сол қызық болып тұр да маған. Соған түсініксіз болып кетті мынау. Достар, ана кейін бар ғой, осында заттар бар да. Мына адам сонда негіз плюс кетеміз деген идея бар еді. Қазір біз ана өзіміздің жерімізді дамыту керек. Қазір ақша түседі нарықтан ақша аламыз. И мына жерге кіріп жерімізді үлкейтеміз. Мына тегін лайкты бас кетсеңіздер болады ғой. Соған артық ештеңе керек емес. Осы граус дегенге кіріп, мына жерімізді үлкейту керек. Қазір ақша аламыз нарықтан. 1650 деп тұрған еді. Мұнда $200 отырық. Сонда $200 отырық. Сонда $200. Осы жерге адамдар картина ойнайды, кейін көбінесе жеңіліп, соған бізге ақша келіп тұратындар 844 теңге. Достар, кейінше мен осы видеоны тоқтатып тұрамын. Сағат 60 ойын. Достар, ана кейін бар ғой, бесплатно лайктарын бас кетіңдер. Смело лайктарды бас кетіңдер. Сонда жақсы болады да. Кейін мен сендерге оны заттар сатылмай жатыр ана заттар. Достар, кейін ана мен бар ғой, осы уровень көтердім. 18-ші уровень болдым уже. Бірақ соны новый тауар алайын ба, деген арзан тауар ала берген дұрыс па. Соман қызық болып тұрды. Оны қара. $30 дейді. Осы мен ашу үшін морозильник алу керек деп тұр ғой. Шоф дейді. Қазір маған ең қымбат керек. Оны $53 алу керек. Осыны алсам ба екен деп тұрмын да, достар. 16 штук болады. А мынада 12 штук. Осыны ала бермеу керек. Даурон дейді. Кетчуп майонез. Оған шоф дейді, шоф. Оған бізге биг шоф дейді. Бірақ бар ғой бізде. Бізде онда уровень жетпей тұрған шығар. Шоф. Бармайды бізде.
Достар, енді маған іздеу керек болып тұр. Қанша теңге көтердім оны? Окей, набауы бар еді. Қойып. Нет, мега кезеттер жасаңдар шат негізі. Ал осы заттарды күнделікті істеп жүру керек. Мега кезетті айту керексіңдер. Короче, осы менің ең бірінші видеом болады. Достар, осығанша бір 1000 лайкқа жинап тастайықшы, өтінем. Жоқ, 100 лайкқа жинап тастайық осы видеоға. Сау болыңыздар, достар.